Дамыған елдерді экономикасы жоғары дамыған елдер деп те атайды. Бұл елдердің экономикалық даму деңгейі, азаматтардың өмір сүру деңгейі жоғары, әрі озық технологияға ие. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы 1990 жылы әртүрлі елдердегі азаматтардың орташа өмір сүру ұзақтығына, білім алған жылдарына және жан басына шаққандағы табысына негізделген индексті шығарды. Әртүрлі елдердің даму дәрежесін салыстыруға арналған көрсеткіш ретінде, бұл адам дамуының индексі ретінде де белгілі. Бүгін біз сіздерге 2020 жылы адам дамуы индексі бойынша таңдалған әлемнің ең дамыған 10 елін ұсынамыз. Біздің төрт төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. Төрт төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркеліп, қоңырашаны басып қойыңыз. Сонда сіз біздің әр ретке шығарған ақпаратымыздан қалыс қалмайсыз. Финляндия 5 әйгілі солтүстік елдерінің бірі. Еуропадағы 7-ші үлкен мемлекет, әрі аты аңызға айналған Аяз атаның туған қаласы. Құрлық ауданы 400 мың километрге жетер-жетпес Финляндия 4 жыл қатарынан әлемдегі ең жоғары бақыт индексіне ие ел болып таңдалды. Халқы небәрі 5,5 миллион болса да, Финляндия бүгінде әлемдегі жоғары дамыған елдердің бірі. Жан басына шаққандағы өнім Еуропалық одақтың орташа деңгейінен әлдеқайда жоғары, және 21 ғасырдың басында Біріккен ұлттар ұйымының бағалауы бойынша әлемдегі ең технологиялық дамыған ел ретінде бағаланды. Мұнда әлемге әйгілі брендтер дүниеге келді. Мысалы, ұялы телефон көшбасшысы Nokia және әйгілі Angry Birds мобильді ойыны қатарлылар. Финляндияның мемлекеттік қызметшілерінің оқу саясы жоғары деңгейлі университеттерімен танымал. 2012 жылғы жаһандық жастар индексінің есебінде Финляндия 176 елдің арасында ерекшеленіп, әлемдегі ең жас ел ретінде тізімге алынған. Финляндияның қағаз және машина жасау өнеркәсібі әлемде көш бастап тұр, ал картон экспортының 25% Финляндиядан келеді. Ғарыштап дамыған әрі бай ел болған жағдайда, Финляндия азаматтары өте жоғары өмір сапасына ие және әлемдегі ең жақсы әл-ауқатқа ие ел ретінде танымал. Сонымен қатар, Финляндия Еуропадағы жан басына шаққандағы ең үлкен орман ауданы бар ел болып табылады. Әрбір 30 финнің орманмен қоршалған көлі бар. Сіз бірнеше қадамның ішінде әдемі орман көрінісін тамашалай аласыз. Финдердің жартысынан көбінде жеке демалатын саяжайлары бар. Дания. Скандинавиялық 5 елдің бірі Дания Еуропадағы шағын мемлекет. Оның жер көлемі мен халқы басқа атақты Еуропа елдерімен салыстыруға келмейді, бірақ ол Еуропадағы ең дамыған елдердің бірі. Адами даму индексіне қарасаңыз, Дания 0,94 индексімен әлемдегі ең дамыған 10 елдің қатарына енді. Мыңдаған аралдардан тұратын бұл шағын елдің аумағы небәрі 43 мың шаршы шақырымды құрайды. Халық саны 6 миллионнан аз, бірақ жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім 70 мың ақш долларына жақын. Бұл Ұлыбритания, Франция, Германия сияқты кейбір Еуропа елдерінен жоғары. Данияның соншалықты дамуының ең негізгі себебі технология. Дания әлемде ғылым мен технологияны ең жоғары бағалайтын ел. Үкімет жыл сайын елдің жалпы ішкі өнімінің 3%-дан астамын ғылыми зерттеу қорларына инвестициялайды. Даниялы ғылыми зерттеушілер елдегі жалпы қызметкерлердің 40%-ін құрайды. Басқаша айтқанда, ел халқының жартысына жуығы ғылыми зерттеулермен байланысты салалармен айналысады, ал бүкіл ел ғылым мен техниканы негізгі өндіргіш күш ретінде қарастырады. Сонымен қатар, Дания үкіметі білім беру жүйесінен басталады. Әрбір 1000 студенттің ішінде ғылым мен техника саласына 20-дан астам аспирант келеді. Сонымен қатар әлемде жан басына шаққанда ең көп ғылыми мақалалар шығаратын ел. Игерілген ғылым мен техника басқа елдерден көптеген аспектілер бойынша алды. Ең типтіктері Даниядағы кванттық механика, электромагнетизм және магниттік бейне тіркегіштер. Дания сонымен қатар жан басына шаққандағы Нобель сыйлығының лауреаттары ең көп ел. Бұл нағыз технологиясы қуатты ел, әрі әлемдегі ең дамыған елдердің бірі. Нидерланды жоғары дамыған еуропалық мемлекет және батыстағы экономикасы алдыңғы қатарлы 10 елдің бірі. Оның небәрі 17 миллион жан саны болса да, оның жалпы ішкі өнімі әлі де әлемде 17-ші орында. Әлемдегі тауар экспорты бойынша 8-ші орын алатын Нидерланды электроника, химия, кеме жасау және тамақ өңдеу салаларындағы озық технологияларға ие. Қаржы қызметтері мен сақтандыру салалары да өте дамыған. Елдің теңіз, құрлық, әуе тасымал линиялары қаты дамыған болып, Еуропа континентіндегі маңызды көлік торабы болып табылады. Нидерланды өзінің белгілі жұмыс пен өмір балансының жүйесімен танымал. Бұл елдегі адамдардың жұмыс уақыты аптасына небәрі 38-де 40 сағатты құрайды. Халықтың тек 0,5% ғана артық жұмыс істейді, және күніне 16 сағаттан астам уақытын бос уақытпен өткізуге жұмсайды.
өмір сапасы әлемдегі ең жақсы елдердің қатарында. Сонымен бірге, Нидерланды білім беру және денсаулық сақтау салаларында да жоғары рейтингке ие және әлемдегі жұмыссыздық деңгейі ең төмен ел. Халықтың өмір сүру ұзақтығы 82,1 жасты құрайды. Жоғары дамыған ел болумен қатар, әлемдегі ең бақытты елдердің бірі. Нидерландыда бір жынысты некені және эвтаназияны заңдастырған әлемдегі бірінші ел. Аустралия бүкіл мемлекет континентін алып жатқан әлемдегі жалғыз мемлекет. Оның 7,7 миллион шаршы шақырым жер аумағы Америка құрама штаттарымен салыстыруға болады. Бірақ оның жалпы халқы бар болғаны 25 миллионға жуық. Бұл Америка құрама штаттарының 1/10 бөлігінен аз. Бұл әлемде жан саны ең аз қоныстанған құрлық болып есептеледі. Бұл елдің үкіметі адамдарға жоғары сапалы медициналық қызмет көрсетеді. Осылайша Австралия халқының өмір сүру ұзақтығы 83,3 жасқа жетіп, әлемдегі алғашқы бестікке кіреді. Бұл ретте нәресте өлімінің көрсеткіші 1000-нан 3-ті құрайды. Бұл дүние жүзінде сәбилердің өмір сүру деңгейі ең жоғары ел болып табылады. Австралия экономикасында қызмет көрсету саласы басым және қызмет көрсету саласы Австралияның 1,14 триллион доллар болып, жылдық ішкі өнімінің 60%-тен астамын құрайды. Сыбайлас жемқорлық деңгейі, өмір сүру сапасы, экономикалық еркіндік пен азаматтық құқықтар сияқты көрсеткіштер бойынша ол көптеген аспектілер бойынша бірінші орында тұр. Айтпақшы, әлемдегі өмір сүруге ең қолайлы 10 қаланың 3-і Австралияда орналасқан, атап айтқанда Мельбурн, Сидней және Аделаида. Еуропадағы өнеркәсіптік елдер туралы сөз болғанда, ең алдымен Германия, Ұлыбритания немесе Франция сияқты дәстүрлі державалар ойымызға келеді. Швеция. Скандинавиядағы 5 елдің бірі Швеция шын мәнінде дамыған және дамыған өнеркәсіптік қуатты ел екенін білмеуіңіз мүмкін. Жалпы халқы Қытайдағы орта хал деңгейіндегі қалалардың жан санымен шамалас шағын ел. 20 ғасырдан бастап өте толық өнеркәсіптік жүйе құрылып, көптеген танымал брендтер дүниеге келді. Автокөлік өндірісі саласында Швецияда Volvo, Saab сияқты танымал автомобиль брендтері және әйгілі жүк көлігі бренді Scania бар. Осы жолмен ғана емес, швед компаниялары жиһаз саласында да айтарлықтай жетістіктерге жетті. Олардың ішінде әйгілі IKEA Швециядан шыққан. Халық саны небәрі 10 миллионнан асса да, Швецияның жан басына шаққандағы ішкі жалпы өнімі 70 000 ақш долларынан асады. Сонымен қатар, Швейцария сияқты бейтарап мемлекет. Швеция екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан жоқ. Сондықтан таяу заманнан бері бұл елде адамдық әрі экономикалық шығын болмаған. Технологиялық дамуы да тоқтаған жоқ. Ғылым мен білімге ерекше мән беретін Швеция үкіметі, ғылым мен білімге маңыздылығы мен инвестициясы ешқашан төмендеген емес. Германия. Адамзаттың даму тарихында Германияны әдеттен тыс миф деп атайды. Екінші дүниежүзілік соғыста экономикасы қатты зардап шеккен Германия тез арада қалпына келіп, жоғары дамыған мемлекет ретінде көрінді. Сонымен қатар Еуропадағы 4 ірі экономиканың бірі болып табылады. 2020 жылы Германияның жалпы ішкі өнімі 3,7 триллион ақш долларынан асты. Әлемде Қытай, ақш және Жапониядан кейінгі 4-ші орында. Жан-жақты өнеркәсіптік қуаттылық тұрғысынан Германия әлемдегі нағыз өнеркәсіптік держава болып табылады. Оның өндірісі бүкіл әлемге әйгілі. Оның автомобиль және машина жасау, өнеркәсіптік роботтар және химия өнеркәсібі салаларындағы өндірістік деңгейі әлемдік деңгейде, әсіресе автомобиль жасауда әлдеқайда алда. Әлемдегі 3 ірі люкс автокөлік брендтері Mercedes, BMW және Audi барлығы Германиядан шыққан. Германия өнеркәсібінің дамуының артында үлкен бөлігі немістердің ұлттық ерекшеліктеріне байланысты. Немістер өздерінің парасаттылығымен және қаталдығымен танымал. Олар оқуды бағалайды және білімге құрметпен қарайды. Бұл Германияға ғылым мен техника саласында жақсы жетістіктерге жетуге, елдің технологиялық прогресін одан әрі жылжытуға және соғыс аяқталғаннан кейін барлық жолды қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Осы уақытқа дейін әлемдегі ең дамыған елдердің біріне айналды. Исландия шағын мемлекет болғанымен, географиялық орны солтүстік поляр шеңберіне өте жақын орналасқан адам тұруға жарамсыз десек, артық айтқандық емес. Бірақ ол сондай болса да қазір дүние жүзіндегі ең дамыған мемлекеттердің бірі. Аты айтып тұрғандай, Исландия кең байтақ жері және аз халқы бар аралдық мемлекет. Ол 100 000 шаршы шақырымнан астам аумақты алып жатыр және тек 300 000-нан астам халқы бар. Бірақ Исландия халқын төмен бағаламаңыз, өйткені олардың жан басына шаққандағы жылдық ішкі өнімі 70 000 ақш долларынан асады. Бұл әлемдегі көптеген елдерден әлдеқайда жоғары және әлемдегі жан басына шаққандағы жылдық ішкі өнімі ең жоғары елдердің бірі. Исландияның дамыған елге айналуының себебі оны қоршаған ортамен және тарихи факторлармен тығыз байланысты.
Бұл басқа солтүстік елдерге ұқсас елдермен тығыз байланысты. Исландия халқының жалпы білім деңгейі салыстырмалы түрде жоғары және олар геотермалдық электр энергиясын өндіру, металлургия, медицина, бағдарламалық қамтамасыз ету және қаржы саласында жетекші орынға ие. Сонымен қатар, Исландияда жыл бойы туристерді тартатын өте тамаша мұздықтар мен жанартаулық жер бедері бар. Небәрі 300 мыңнан астам халқы бар Исландия үшін туризм елдің негізгі салаларының бірі екені сөзсіз. Тек туристер әкелген табыс Исландияның жылдық ішкі өнімінің 4/1 бөлігін құрайды. Кішкентай аралдық ел болса да, Исландияның негізгі мақсаты барлығын халық пен халықтың игілігі үшін жасау. Исландия үкіметі ұлттық қауіпсіздік мәселелерін Еуропалық одаққа тапсырды. Әскери жүйені жойып, Исландия азаматтары алаңсыз өмір сүру үшін үнемделген әскери шығындарды азаматтардың әл-ауқатына жұмсады. Олардың бай өмірінің арқасында Исландияда қылмыс деңгейі жоғары емес, орташа өмір сүру ұзақтығы 83 жасқа жетеді. Әлемдегі ең бақытты елдердің бірі. Швейцария әлемдегі ең бай елдердің бірі, ең тұрақты қоғамы, ең дамыған экономикасы және өмір сүру деңгейі ең жоғары. Жан басына шаққандағы жылдық ішкі өнімі 80 мың ақш долларынан асады. 1815 жылғы Вена конференциясы Швейцарияны тұрақты бейтарап ел ретінде бекіткеннен бері Швейцария ешқашан соғысқа қатысқан емес. Әлемдегі ең тұрақты экономикалардың бірі болып табылады. Оның қауіпсіз қаржы жүйесі мен банктік құпия жүйесі салықтан жалтаратын инвесторлар үшін жұмаққа айналды. Сонымен қатар, әлемдік саябақ деген атаққа ие. Швейцарияның жасыл таулары, тұнық суы, көркем табиғаты бар ел. Туризм өте дамыған. Швейцарияның өндіріс технологиясы шынымен бүкіл әлемге әйгілі. Оның ішінде ең танымалы швейцариялық сағат жасау өнеркәсібі. Әйгілі сағаттар шексіз бизнес мүмкіндіктерін әкеліп қана қоймай, Швейцарияның символына айналды, әрі Швейцарияға үлкен абырой әкелді. Технологиялық инновациялар туралы айтқанда, достардың көпшілігі бірден ақштағы силикон алқабы сияқты технологиялық орталықтарды еске алады. Бірақ шын мәнінде Швейцарияны елемеу мүмкін емес. Жаһандық инновациялар индексі тізімінде Швейцария 6 жыл қатарынан бірінші орында тұр. Тізімнің басында әлемге әйгілі швейцариялық сағаттар мен швейцариялық банктерден басқа, Швейцария технологиялық инновациялар тұрғысынан әртүрлі салаларды қамтыды. Швейцария халқының 25% машина жасаумен байланысты салаларда жұмыс істейді. Сонымен қатар, Швейцарияның жан басына шаққандағы Нобель сыйлығы әлемде бірінші орында тұр. Бұл елдің күшті ғылыми зерттеу күшін оң көрсетеді. Швейцарияның жоғары инновацияларымен, жоғары сапалы қызметкерлерімен және бірінші дәрежелі ғылыми зерттеу институттарымен әлемдегі ең дамыған елдердің біріне айналуы таңқаларлық емес. Ирландия, изумруд аралы деп аталатын Ирландия бүкіл елдегі жасыл ағаштары мен шабындықтарына байланысты жасыл арал және изумруд деген атаққа ие. Ирландия 2018 жылы жылдық ішкі өнімі 6,7% өскен жоғары дамыған ел, Еуропалық одақтағы экономикасы ең тез қарқында дамыған ел. Ирландияның осындай әсерлі жетістіктері бар. Оның мінсіз білім беру жүйесінің арқасында мұнда білім беру жүйесі дамыған және ол білім берудің ұзақ тарихы бар ел. Халық арасында ирландиялықтар жоғары білімнің ең жоғары үлесіне ие. Жер көлемі шағын болғанымен Ирландиядағы жоғары оқу орындарының саны айтарлықтай көп. Нарық сұранысын қанағаттандыру үшін 7 мемлекеттік университет, 14 политехникалық және басқа да жеке колледждер бар. Сонымен қатар, Ирландия дәстүрлі иммигранттар елі емес, және Ұлыбритания мен Америка құрама штаттары сияқты кең ауқымды білім беру индустриясын дамытпаған. Сондықтан академиялық атмосфера өте таза академиялық ортаны қалыптастыратын анағұрлым қарқынды. Сонымен қатар, тамаша географиялық орналасуы, сондай-ақ өте төмен корпоративтік салық және салықтық несие саясаты Ирландияны жыл бойы әлемнің жетекші компанияларын тартуға мәжбүр етеді. Apple және Facebook сияқты ірі компаниялар осында филиалдарын құрып, бұл елді күшті экономикасы мен жомарт әл-ауқаты бар жетекші державаға айналдырды. Декорация тыныш және әдемі болғанымен, Ирландия көбінесе бұл адамдарға ауылдық қала сезімін береді, бірақ ол қазірге дейін әлемдегі ең дамыған елдердің бірі. Скандинавия елдері ежелден әлемдегі ең бай және ең дамыған аймақтар болып саналды. Олардың әртүрлі көрсеткіштер бойынша көрсеткіштері жыл бойына әлем бойынша алдыңғы қатарға шықты. Норвегия 2009 жылдан бері 12 жыл қатарынан адам дамуының жаһандық индексінде үстемдік етіп келеді. Норвегия бүгінде әлемдегі ең дамыған мемлекет. Финляндия, Швеция және Даниямен салыстырғанда бұл елдің даму дәрежесі туралы әлі де көп адамдар аз біледі. Норвегияның байлығы негізінен мұнайға, гидроэнергетикаға және ақсерке балығына байланысты. 1975 жылы Норвегия алғаш рет мұнай экспорттады. Қазіргі таңда әлемде мұнай өндіруде 7-ші, экспорттауда 3-ші орында.
Экспорттық кірістің шамамен 50% мұнайдан келеді, және елде 330 мыңға жуық адам мұнай өнеркәсібімен байланысты жұмыстармен айналысады. Норвегия таулар мен аңғарлармен қоршалған, су ресурстары мол, ішкі энергиямен қамтамасыз етудің 96%-ін гидроэнергетикадан алынады. Мол және арзан электр энергиясы Норвегияның металлургия өнеркәсібінің қарқынды дамуына негіз қалады. Сонымен қатар, Атлант мұхиты мен солтүстік мұзды мұхитқа іргелес жатқан Норвегия теңіз өнімдерін экспорттау бойынша бірінші орында. Норвегиядағы балық шаруашылығы басқа мұнай өнеркәсібі сияқты үлкен табысқа кенелді. 2001 жылдан бастап Норвегия Біріккен Ұлттар ұйымының 6 жыл қатарынан өмір сүруге ең қолайлы ел ретінде бағаланып келеді. Сонымен қатар ол әлемдегі ең бай елдердің бірі болып табылады. Дүние жүзінде табиғи ресурстарға бай елдер көп болғанымен, уақыты мен орны дұрыс елдердің бәрі бірқалыпты дами алмайды. Елдің ілгерілеу жылдамдығы негізінен елдің әлеуметтік ортасына, биліктің жүргізіп отырған заң саясаттарына байланысты, әрине ең бастысы халықтың ұлттық ерекшелігі. Бүгінгі таңда енгізілген әлемдегі ең дамыған 10 елдің тізімін оқығаннан кейін сізде иммиграцияға деген құлшыныс бар ма? Төменде хабарлама қалдыру арқылы барлығына хабарлаңыз. Бұл эпизод сізге ұнайды деп үміттенемін.